Қасқыр ит. Бұл жануарларды жақсы көретін көптеген адамдардың арманы. Бірақ мұндай жануарлар адаммен бірге қаншалықты бейімделген? Қасқыр мен итті будандастыру бірінші рет Ұлыбританияда 1766 жылы тіркелген. Алынған күшіктің сыртқы келбеті қасқырға ұқсағанымен мінезі жұмсақ болды. Бірақ барлық иттер қасқырмен будандастыруға келе бермейді. Қазіргі таңда ресми тұрғыда қасқыр мен итті будандастыру арқылы алған бірнеше қасқыр тектес жануарлар бар. Сонымен қатар сыртқы келбеті қасқырға ұқсас иттер де бар. Бірақ олар туралы келесі видеоларда айтамыз. Бұл қасқыр ит неміс овчаркасы мен Карпат қасқырларын будандастыру тәжірибесінің нәтижесі. Бұл тәжірибелер 1955 жылы Чехословакияда жүргізіліп бастады. Онда 48 ит және 4 қасқыр қатысты. Бүгінгі күні бұл қасқыр иттің қанында 30% қасқырдың қаны бар. Бұларды будандастыру мақсаты әскери қызметтерге төзімді, күшті және қасқырларға тән сезу қабілетін біріктіру еді. Алғашқы тәжірибелер сәтті өтіп, қасқыр мен иттің гибриді шекара әскерлеріне қызмет етті. Кейіннен құтқару іздестіру жұмыстарына, күзет қызметтерінде және әртүрлі спорттық жарыстарға қатыстырылды. 1982 жылы Чехословакияда ұлттық болып танылды. Кейін оны 1999 жылы Халықаралық кинологтар федерациясы ресми тұрғыда мойындады. Сыртқы келбеті қасқырға ұқсайды. Бойы 60-65 сантиметр, ал салмағы 20-25 килограмм аралығында болады. Олар белсенді, ақылды, жаттығуға жақсы бейімделеді. Жас жануарларды оқыту мен әлеуметтендіруге барынша көңіл бөлінуі керек. Кішкентай жануарларға агрессия болуы мүмкін. Бұл қасқыр ит 1925 жылы Голландияда кинолог Лендерт Сарлос тарапынан алынды. Тұқымның бабалары ұрғашы қасқыр Флердің және неміс овчаркасы. Бұдан әрі дамыту үшін ең жақсы күшіктерді таңдап алынды. Бұл тұқым 1981 жылы мойындалып, ресми тұрғыда тіркелді. Қасқыр иті өте үлкен болды. Бойы 76 сантиметрге дейін, салмағы 42 килограммға дейін. Олар тәуелсіз, отар заңымен өмір сүреді. Бірақ иесіне бағынады және оны көшбасшы ретінде таниды. Сарлостың қасқыр иттері ұқыпты және қауіптен аулақ болғысы келеді. Бірақ бұл табиғи қорқыныш агрессияны тудырмайды. Қызықты ерекшелігі гибридтердің үрмеуі. Қасқырларға тән дыбыстарды пайдаланады. Құтқарушы және бағыттаушы ретінде қолданады. Олар аң аулау иттері ретінде қолданады. Бұл қасқыр мен ит гибриді өте сирек кездеседі, ал күшіктері шамамен 2000 ақш долларына тең. Бір 1950 жылдардың басында Қытайда қасқыр мен итті будандастырды. Бұл жұмыспен әскери кинологтар жұмыс істеді. Тұқым Юньнань провинциясының астанасы Кюньмин қаласының құрметімен аталады. Оны жиі Қытай қасқыр иттері деп те атайды. 1988 жылы Кюньминді қасқыр иті ретінде ресми мойындады. Бұл қасқыр ит өте үлкен. Фотосуреттер оның көрнекті көрінісі бар екенін көрсетеді. Бойы 70 сантиметрге дейін жетуі мүмкін, ал салмағы 40 килограмм. Бұл иттердің ұрпақтары көптеген басқа жағдайлардағы сияқты арғы тегі белгілі емес. Іріктеу тек қана жұмыс қасиеттеріне және оқу нәтижесіне байланысты жүргізілді. Бұл иттер әскерде және полицияда қызмет етеді. Олар минаны, есірткіні іздеуге, құтқару жұмыстарын жүргізуге және қауіпсіздік функциясына қолданады. Қасқыр иттерді үй жануары ретінде асырауға болады. Олардың мінезі неміс овчаркасына жақын. Олар оңай үйренеді, белсенді, ақылды, бірақ үстемдік қасиеттерін көрсете алады. Сондықтан мықты қадағалауды қажет етеді. Бұл ит 2000 жылдары өте танымал болды.
Аляскалық маламут пен орман қасқырымен будандастырып алынған. Иттің сыртқы келбеті өзгеріп тұрады, себебі бірыңғай стандарт жоқ. Өлшемдері де өзгеруі мүмкін. 60-тан 75 сантиметрге дейін, салмағы 25-тен 55 килограммға дейін. Маламуттар белсенді және тәуліктік физикалық күш салуды талап етеді. Олар үлкен аумақта өзін жақсы сезінеді, бірақ оларды жоғары дуалмен шектеу қажет. Бұл қасқыр ит Перм аймағындағы ішкі әскери институтында будандастырылды. Ол үшін қасқыр Найда және неміс овчаркасы пайдаланылды. Найда 2 апта жасынан бастап аңшының қолында өсіп, институтқа түскенге дейін адамдар арасында 3 жыл өткізді. Одан адамның жанында өмір сүруге және оған мойынсынуға қабілетті ит пен қасқыр будандарының 3 ұрпағы алынды. Олар шекарада қызмет көрсетеді. Олардың қабілеті мен шыдамдылығы иттен бірнеше есе жоғары. Егер кәдімгі ит 12 сағатқа дейінгі иіспен ізге түсетін болса, олар болса 3 күн өткеннен кейін де ізге түсе алады. Күшті жақтары қорғаныш костюмінен өтіп кетеді. Үлкен және қорқынышты келбетіне қарамастан, қасқырлар жақсы дайындықтан өтіп, адамдарға агрессивті емес. Перм қасқыр тұқымдары еркін сатылымда жоқ. Олардың барлығы құқық қорғау органдарында қызмет етуге арналған. Жабайы қасқырларға ұқсас болғандықтан, олар көбінесе көркем фильмдерде түсіріледі.